Ассаламу алейкум, эфирде заман январның 26-сы, Қырым ышғаның 1429 күні студияда Айша Хайдырды чалшы. Ахмесчитте Ишғалжы Меркези район махкемесінде 26 февраль давасының невбеттеке отырышы олажақ топлашу саат 14-те кечірмелі. Январның 22-сінде махкеме Али Асанов ве Мустафа Дегерменжеге апрель 7-сіне қадар ев апсы девамы еттірді. Адвокатлар ев апсыны чықыш ясағына деніштермеге рижа еткенеді. Даваның 5 мабюсы Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Ескендер Кантемиров, Арсен Юнусов ве Ескендер Имирвалиевның 2014 сенесі февральның 26-сында халабылықларда іштірак етуфде хабатлады. Шу күню Қырым юхары журасының огынде Украина бірдемілігіні тарафдарлары митинг өткерген еділер. Байдар көйінде терроризмде хабатланып, яқаланған ватандашларымызға дуа бағышланды. Олар енді бір ел девамында апысте бұлына. Дуаны Руслан Зейтулаевның евінде кечірділер. Оны Ишғалжылер 3 ел евелсі Нури Примов, Руслан Ваитов, Ферат Сейфулаевнен берабер яқалады. Оларының Хизбут Тахрир тешкелятында іштірак еткенінде хабатладылар. Байдар көйінде дуаға қошылмақ үшін сақ Ахметчет Бақчысарай ве Қырымның башқа ерлерінде ватандашларымыз келді. Жемат сияси мабюслерінің хоранталарына ярдым ете дуа кечірген Руслан Зейтулаевның еві о яқаланған вақтында да сонына қадар құрылмаған еді. Оны ватандашлар құрып бітірді. Украина тыш ишлер назерлігі ишғал етілген Қырымда Русияның Қырым татарларға япқан басқасына қаршы наразылық білдірді. Бұны назерлік спикері Твиттерде язды. Дипломатлар айрым делелеріні халқара махкемеге бермеге ваде етті. Түневін эки ишғалжы махкеме экстремист малюматларының тешвихатынен бағылы мемори даваларыны қарарыны чықарды. Ибазир Ислямов 2000 рубле пара жазасыны алды. Энвер Крош исе 10 күн незарет алтында алынды. Російська Федерація придушує кримських татар цинічно і зухвало. Висловлюємо протест. Докази щодо дискримінації надамо до Міжнародного суду. Қырымда Русия тарафдарлары Путингере бермеге чағыралар. Ишғалжылерге қол тұтқан сөзде Қырым татар ақсақаллары ве сатқын Қырым татар эрбаплары топлашып, ярымадада яшаған Қырым татарларға президент сайлавларында Ким Ичун Ре бермеге насихатлар береді. Ишғалжы акиметінің мартының 18-іне президент сайлавларыны кечірежек. Олар мұражатланамелерінде Қырым татарлар миллеті Ичун Путинген келген бүтін ейліклеріні биян етіп имзалады. Все, что происходит, и все, что там заявляют ставленники Кремля, которые сейчас там остались, неважно какой они национальности, они все, как гавкающие шавки, абсолютно никакой роли не играют. В общемировом, не только даже в общекрымском масштабе, они никакой роли не играют. Это просто телевизионная картинка, которая должна на кого-то сработать. Чтобы в Москве увидели и какой-нибудь там обязательно там какой-то маленький тортик или кусок пирога какой-нибудь им насыпали. Меджлис рейсі ве Қырым татарларының лидері Қырымлыларға бұл сайлавларны бойкот етмеге чағырды. Сайлавлар Қырымның Русия қанунсыз қошылмасы күніне белгіленді. Түркия Қырымның Русия деп танымай ве ишғал етілген Қырымны зиярет еткен гемелеріні өз лиманларына қабыл етмейжек. Бұл күнлері Түркия ейтті Украина зиярет етті меджлис векілерінен көрішіп олып кечті. Түркия бұйық миллет меджлисінің Милли Мудафан меселелері комитетінің азалары Украинаға қол тұтқаныны да бір кере қайт етті. Милли Мудафа комиссиясының елбасшысы Юсуф Биязид қатырлатты ки Түркия ярымадада Қырым татарларының вазиеті ве телекизізлегі бұйық дихат айра. Сотрудничество между Украиной и Турцией развивается по восходящей. Разумеется, мы обсуждали Крым, положение крымско-татарского народа, положение всех людей, которые живут в Крыму.
Мы рассказывали о наших действиях, наших усилиях и наших планах, связанных с тем, чтобы восстановить право международное и максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Украины. Мы их информировали обо всех наших действиях. Разумеется, они тоже поделились с нами своими видениями. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Gelecek yayınlarımızın seyir etiniz. ATR'den ayrılmaz.